Амансыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Қарағанды облысында карантин аумағы кеңейтілді. 7 сәуірден бастап тәртіп күшейтіліп, қосымша шаралар енгізіледі. Қаламызда залалсыздандыру жұмыстары жалғасуда. Енді автомобиль жолдары да өнделеді. Қарағанды облысында кәсіпорын иелері өз қызметкерлері үшін маска тігуге тапсырыс берді. Бірнеше рет қолданылатын бетперделер еншілес фабрикада тігіледі. Қарағанды облысында карантин аумағы кеңейтілді. 7 сәуірден бастап тәртіп күшейтіліп, қосымша шаралар енгізіледі. Соңғы мәліметтерге сәйкес өңірде коронавирус жұқтырған тағы 16 адам тіркелді. Барлығы 48 және олар инфекциялық боксқа жатқызылды. Жұқтырғандардың үшеуі жансақтау бөлімінде. Тағы біреуіне жасанды өкпе вентиляциясы аппараты қосылған. Олардың жағдайы ауыр халде, бірақ тұрақты нашарлау динамикасы жоқ. Жалпы өңірде тәулік бойы бақылауда 824 науқас жатыр. Оның 44-і жұқпалы аурулар ауруханасында, ал үй карантинінде 1339 адам бар. Барлық науқастар эпидемияға қарсы қауіпсіздік шараларына сәйкес оқшауланған және емделуде. 3 науқас қазір реанимацияда, ауыр жағдайда. Басқа науқастардың орташа ауырлықтары дәлелденді. Сондай-ақ аймақта қазір тәртіп күшейтілді. 7 сәуір сағат 00-ден бастап карантин аймағына кіруге және шығуға тыйым салынады. Карантинге жабылған 5 қаланың арасында қарым-қатынас тоқтайды. Бұған қоса Бұқар-Жырау ауданының Даскей, Үштөбе, Ботағара, Көкпекті, Ғабиден Мұстафин атындағы ауылдары және Петровка елді мекені де карантин аймағына енгізілді. Аталған елді мекендердің тұрғындарына келесі жағдайларды қоспағанда тұрғылықты жерлерінен шығуларына тыйым салынған. Тұрғын жерлерінен жұмысқа дейін және кері жүрулеріне, азық-түлік тауарларын, дәрі-дәрмектерді және медициналық бұйымдарды тұрғылықты жерінен және немесе жұмыс орнынан 1500 метрден аспайтын радиуста орналасқан дүкендерде және дәріханаларда сатып алуларына, жанар-жағармай майын сатып алу үшін жақын орналасқан жанармай станцияларына баруларына, банк операцияларын жасауға рұқсат етілген. Карантиннің ерекше тәртібі қолданылатын аумақтарда қалалар мен аудандардың тыныс тіршілігін қамтамасыз ететін түрлерді қоспағанда барлық ұйымдардың қызметі тоқтатылды. Ал жұмыс берушілер енді өз қызметкерлерін тасымалдауға арнайы көлік шығарып, олардың жүріп тұруын қамтамасыз етуге міндеттелді. Сондай-ақ барлық авто және теміржол вокзалдары мен әуежай жұмыс істемейді. Доскей, Үштөбе, Көкпекті, Ботақара, Ғабиден Мұстафин атындағы Бұқар-Жырау ауданының Петровка елді мекендерінің экипажын ауысу арқылы арнайы рейстер, жүк почта тасымалдары, техникалық тосқауылдарды қоспағанда, темір жолдары, автовокзал және автостанцияларынан басқасы, олардың қызметтері осы қаулыға қол қойылғанынан бастап тоқтатылады. Облыс аралық жолаушылар тасымалдары, сонымен қатар Қарағанды, Абай, Сарань, Теміртау, Шахтинск қалаларына бағыттарындағы аудан аралық, қала аралық жолаушылар тасымалдары тоқтатылады. Транзитті көліктерге карантин аймақтарына тоқтаусыз және шығусыз өтулері қамтамасыз етіледі. Бұдан бөлек қайғылы жағдай болған кезде жерлеу рәсімінде 10 адамнан артық болмауы тиіс. Жиналғандар бір-бірінен кем дегенде 2 метр қашықтықта тұруы тиіс. Облыстың бас санитары қабылданған қауіпсіздік шараларына түсіністікпен қарап, карантин режимін сақтауды сұрайды. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының тәртіп сақшылары әлеуметтік желі арқылы жалған ақпарат таратқан тұрғынды жауапқа тартты. 40 жастағы азамат Бұқар-Жырау ауданының әкімі коронавирус инфекциясын жұқтырды деп WhatsApp мессенджері арқылы қауесет таратқан. Бұл факті шындыққа сәйкес келмегендіктен сотқа дейінгі тергеу басталды. Это ложная информация. Я приношу свои извинения, что отправила. По результатам мониторинга социальных сетей и мессенджеров әлеуметтік желіде жүргізілген мониторингтің нәтижесі бойынша құқық бұзушылық анықталды. Қазір сол бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
Қаламызда залалсыздандыру жұмыстары жалғасуда. Тәртіп сақшылары мен әскерилер, аялдамалар мен жүргіншілер жолдарын арнайы сұйықтықтармен шайып шықты. Енді автомобиль жолдары да өнделуде. Қарағанды, Теміртау, Абай, Саран, Шахтин қалаларының аумағында карантин режимі орнатылды. Автокөлік тұрғындарына аса қажеттілік болмаса көшеге шықпауы ұсынылады. Күн сайын қала жолдарында дезинфекциялық жұмыстар жүргізілетін болады. Мұндай шара вирус инфекциясын таралуын алдын алуға мүмкіндік береді. Күніне 6 бірлік техника тас жолдарға арнайы сұйықтықтарды шашады. Жалпы 500 километрден астам жолды күнделікті кесте бойынша жуу жүргізіледі. Бұл шаралар вирустың алдын алу мақсатында жасалып отыр. Бұған қоса ықшам аудандарда да залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Полиция қызметкерлері мен әскерилер, адамдар көп шоғырланатын орындар, аялдамалар, ойын және аула алаңдарын дезинфекциядан өткізуде. Қарағандылықтарды карантин режимін сақтап, себепсіз сыртқа шықпауға шақырады. Қарағанды облысында кәсіпорын иелері өз қызметкерлері үшін маска тігуге тапсырыс берді. ArcelorMittal Теміртау металлургтерді жеке қорғаныс құралдарымен толық қамтамасыз етуге ниетті. Бірнеше рет қолданылатын бетперделер еншілес фабрикада тігіледі. Каждый вносит свою маленькую долю. Большой заказ, большое дело. Все девчата стараются, конечно, молодцы. Никто не пошел ни в отпуск, ни без содержания не ушли. Также все продолжаем работать. Татьяна Денисенко 40 тігіншінің бірі. Олар бүгінде медициналық бетперде тігуді қолға алған. Айта кету керек, тігін фабрикасы Теміртау қаласында орналасқан. Бұған дейін мұнда тек арнайы жұмыс киімдері ғана дайындалған. Мамандар бірінші 8 сағаттық ауысыммен жұмыс жасайтындарға арнап 5000 дана тұмша тігеміз деп жоспарлап отыр. Орталыққа алғашқы тапсырыс Теміртау трамвай паркінен түскен. Там была партия где-то 800. Біз бір апта бұрын бетперде тігуді қолға алдық. Қазір біз 5000 данасын әзірлеп қойдық. Енді металлургиялық комбинаттың тапсырысы бойынша арнайы тұмшыларды тігуге кірістік. Бүгінде жұмыс тобы металлургиялық комбинаттың қызметкерлеріне арнап бірнеше рет қолданылатын 60 000 дана бетперде тігуді қолға алған. Бұл тұмшалар мақта матадан тігіледі. Бір өнімді әзірлеу үшін шамамен 4 минут кетеді дейді мамандар. Бір ауысымда әр тігінші 120 данадан бетперде шығарады екен. Небольшой плотности. Біздің дайындап жатқан өнім 100% мақта матадан тігіледі. Оны бірнеше рет қолдануға болады. Сондай-ақ фабрика басшылары төтенше жағдай режимі аяқталғанға дейін жұмысымызды жалғастырамыз дейді. Айдар Дөренұлы, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қауіпті індет шыққалы бері медициналық маскаға деген сұраныс арта түсті. Тіпті жоқтан бар жасаушы жомарт жандар өздері бетперде тігіп, сауапты іс жасауда. Сұранысы ерекше артқан өнімді Жезқазған қаласының жастары өз қолдарымен тігіп, қаланы толығымен қамтамасыз етуге тырысамыз деп отыр. Қарағанды өңірінің өркендеуіне өз үлесін тигізіп келе жатқан Мысты өлке Жезқазған қаласының жастары сауапты істен құр қалмады. Елімізде төтенше жағдай жарияланып, медициналық маска қат дүниеге айналған шақта Жезқазған жастары игі істі қолға алды. Маска тігу маңызды іс деген еріктілер бірнеше мәрте қолданылатын маскаларды тігуде. Оны 3 сағаттан соң жуып, үтіктеп қайта пайдалануға болады екен. Еріктілер масканы бірінші кезекте тұрмысы төмен, аз қамтылған мүмкіндігі шектеулі отбасыларға тегін таратуды қолға алған. Коронавирус пандемиясына байланысты жарияланған төтенше жағдай ел экономикасына әсер етіп, уақытша жұмыссыз қалғандарда баршылық. Осыған орай Жезқазған қалалық жастар ресурстық орталығы мен қала жастары еріктілер бас қосып, мұқтаж отбасыларды азық-түлікпен қамтып, қаланың кіреберісі санитарлық бекетте қызмет атқарып жүргендерге тамақ тасуды ұйымдастырды. Біз біргеміз волонтерлардың яғни республикалық біз біргеміз акциясы аясында біз осы бірнеше күн бойы коронавирусқа қарсы яғни әртүрлі акциялар ұйымдастырып жатырмыз. Қала тұрғындарына тегін маска таратып жатырмыз.
Жастар жылы тәмамдалып, еріктілер жылында жастар барынша елге қолдау танытуға тырысып жатыр. Біз біргемізде бас қосқан жастар жасаған дүниелеріне ақы сұрамай, жағдай тұрақталғанша толық атқарып шығуға белсене кіріспек ниетте. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазыбек би аудандық нөмір 2 соты еліміздегі төтенше жағдайға байланысты өңірдегі шақырту алған азаматтарға соттың талаптарын ескеріп, және жаңа технологияны қолдануды ұсынады. Талап арыз, шағым, өтінішті сот кабинеті және соттардың электрондық мекен жайлар арқылы беруге болады. Сонымен қатар сот отырыстарын кейінге қалдыру мүмкіндігі бар. Оған қоса, отырыстарға мобильді қосымшаларды қолдану арқылы қашықтықтан қатысуға болады. Сондай-ақ осы сотта төтенше жағдай енгізілгеннен бері медиация келісімімен 9 іс шешілген. Қазіргі сындарлы сәт татуласатын кезең. Сол себепті соттасушылар жаңа технологияны пайдалана отырып, бар істі келісімге келіп шешуге болады. Апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.